Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен Мәдина. Мен бүгін сіздерге бала көтеруге көмектесетін мүмкіндіктер жайлы айтқым келіп отыр. Әрине, бұл сәби деген Алланың берген ұлы сыйы. Мұндай бақытқа жету үшін 6 нақты қадам жасасаңыз, нәтижеге жетуіңіз мүмкін. Ұзақ жылдар бойы бала көтере алмай жүргендердің жүйкесі әбден жұқарып, медицинадан да, емшілерден де көңілі қалатыны өтірік емес. Бірақ үміттің соңғы уақытта үзілетінін ескеріп, мына әдістерді қолданып көруіңізді ұсынамын. Бұл ем бала көтеріп, ана бақытына бөленуге септігін тигізеді. Бастысы тыңғылықты, ұқыпты, уақытылы емделсеңіз болды. Ал онда кеттік. Біріншісі сәлбен, шылфей дейді ғой. Бұл фитогормонның қайнар көзі. Ол аналық гормондарының өмір сүруін жақсартуға қабілетті. Егер сәлбен тұнбасын үзбей ішетін болсаңыз, онда барлық шәует аналық жасушаға топтасады да, нәтижесінде рух пайда болады. Қасиеті мол сусынды дайындау үшін 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған сәлбенді салып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 2 рет қабылдайсыз. Егер 1 айда нәтиже болмаса, онда 1 ай үзіліс жасап, келесі айдан бастап қайта жүргізесіз. Ескеріңіз, емді етеккір келген кезде қолдануға болмайды. Екіншісі, бұл асқабақ. Дәруменіне бай. Бұл әйел ағзасындағы гормондардың балансын бір қалыпты ұстайды. Сондықтан да құрамында асқабақ бар тағамдарды, шырындарды, пісірмелерді, тәттілерді көбірек жеңіз. Ал енді үшінші тәсілі аскөкпен ақжелкен қайнатпасы. Антибактериалдық қасиетке ие. Ол бойыңыздағы суықты алады. Әрі жыныс жолдарын емдейді. Жыныс жолдарында енді бәрімізге мәлім, әртүрлі аурулар болады. Сол үшін осы тұнбаны ішкен дұрыс. Емдік сусынды дайындау үшін 1 литр суды қайнатасыз. Сосын отын бәсендетіп, 1 ас қасық ұсақталған балғын аскөкпен ақжелкенді салып, 15 минут баяу отта қайнатасыз. Дайын болған қайнатпасы термосқа құйып, 1 тәулікке тұндырып қоясыз. Ертеңінде тұнбаны сүзіп алып, басқа ыдысқа құясыз. Емдік қасиеті мол сусынды 1 күнде аз-аз ұрттамен ішіп тауысу керек. Емделу уақыты 2 ай. Келесі кезекте кез келген дәріханада сөрелерінен табылатын бурабай жатыры да, боровая матка дейді ғой, құрсақ көтеруге орасан зор ықпал етеді. Емдік сусынды дайындау үшін 2 ас қасығы өтілген шөпті 1 стакан суға салып, отқа қоясыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып, күн тимейтін жерге қоясыз. Шамамен жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп, 1 ас қасықтың күніне 4 рет ішу керек. Емделу ұзақтығы 4 ай. Бесіншісі, бала көтеруге септігін тигізетін тағы бір тәсіл қызыл қылшақ, красная щетка дейді. Ол әйелдің бойындағы барлық ауруларды емдейтін, әр ағзаны жасартып, тезірек бала көтеруге септігін тигізеді. Емдік сусынды дайындау үшін 1 ас қасық ұсақталған дәріханалық қызыл қылшықты 1 стакан қайнаған суға саласыз. Бетін жауып, ыдысымен ыстық суға қойып булайсыз. Шамамен 45 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп, 1 ас қасық күніне 3 рет ішесіз. Емді тамақтан алдын қабылдау керегін ұмытпаңыз. Емделу мерзімі 30-40 күн. Қатаң түрде ескертеміз. Бұл емді қолданып жүрген кезде басқа дәрілерді пайдалануға болмайды. Алтыншысы, соңғы тәсіл таран, спорыш. Тұнбасы да жатырдың ұрықтануын қалпына келтіреді.
Тұнбаны дайындау үшін 1 стакан шөпке 2 стакан қайнаған су құясыз. 4 сағаттай тұндырылған тұнбаны сүзіп алып, күніне 4 рет жарты стаканнан ішесіз. Емді тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдау керек. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Халық емі. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бәріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер.